Әке, мен бүгін асығысын. Мен достарыммен Қыдырға барамын. Дедің бе балам шай? Маған ақша беріңіз. Ұлым, сен ештеңеден тарықпауға тиіссің. Мына үйде, дүниеде, мүлікте бәрі сен үшін. Кім үшін жұмыс істеп жүрміз? Сен үшін жұмыс істеп жүрміз. Жақсы қадап қайт, ұлым. Болды, рахмет. Қайырлы таң, ұлым. Қайырлы таң. Бүгін маған машина керек. Міне, ұлың ер жетті деген осы. Дұрыс айтасың. Мә, ұлым, жақсы демалып қыдырып қайт. Тек жолда абайлап жүр. Болды. Әке, бүгін маған тағы ақша керек. Күнде қандай ақша? Күйдірдің ғой сен мені. Кеше ғана берген жоқ ма 20 мың теңге? Тоқта бауырым, абайламайсың ба? Қойшы маған тиісу, я? Мен онсыз да өмірге риза емес. Тоқта, жа, не болды сонша ашулан. Сабыр сақта. Сен әлі өмірің алда, өмірдің қызығына түсінбейді екенсің, бауырым. Жоқ, маған ондай керек емес. Тоқта, сен қорықпа. Ол сенің ашуыңды басатын витамин. Бір рет дәмін тартасың, бәрі жақсы болып кетеді. Кән, көгән. Қай, нормально ма бәрі? Бәрі керемет. Мен сіздің атыңыз сұрамаппын ғой? Атыңыз кім болады өзі? Мен сенің құпия жәрдемшімін ғой, досым. Арман ата-анасының қалтасынан ақша ұрлап жүруді әдетке айландырады. Әкелдім ақшан. Ақша жоқ менде. Құтты болсын, ақша жоқ па, тауар жоқ. Ол қайт емешейіңе. Ұлым-ау, мынау сені ештеңеден тарықтырған жоқпыз. Бақтық, қақтық, қатарыңнан қалдырған жоқпыз. Ананың отырысы болса мынау. Маған не айтып отырсыңдар өз? Маған сендердің сандырақтарың керек емес. Маған ақша керек, ақша. Құлыным, тоқташы. Ата-анасы ұлдарының бұл күйігіне шыдай алмай дүниеден өтеді. Арман ата-анасының қазасына да келіп, бір уыс топырақты да сала алмады. Я Алла, мен сияқты қателескен пендеңе рахымыңды бере көр. Әкешім, анашым, кешіріңдерші мені, әкешім.